Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі пәнінен өтетін тақырыбымыз сан есім. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сабағымызды көгалдандыру әдісімен бастайық. Балалар, сіздер неше түрлі ағаштың түрін көріп тұрсыздар? Жарайсыздар. 3 түрлі ағаштың түрі бар. Әр қатарда неше ағаштан егілген? Жарайсыздар, 4 ағаштан егілген. Барлық ағаштар саны неше, балалар? Дұрыс айтасыздар. 12 ағаш түбі отырғызылған екен. Жақсы, жарайсыздар. Яғни біз, балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есім. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіріп, неше, қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап береді екен, Ал енді 32-ші жаттығуға қарайық. Жас турист әдісімен орындайық, Тапсырмада өлеңді мәнерлеп түсініп оқу, өлең не туралы, оған ат қою дейді. Қарайық, өлеңді мен мәнерлеп оқып берейін. Мұқият тыңдаңыздар. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге, қырқан асып, жондасып, жүрдік еңіс өрменде. Ауыл қалды шырақта, жұбымызды жазбадық, аунап жасыл құраққа, тау қойнауын шарладық. Өлеңнің әдемілеп мәнерлеп оқып бердік, Енді өлең не туралы? Өлеңге ат қою үшін өлеңнің авторына мән берейік. Өлеңнің авторы Болат Үсенбаев. Болат Үсенбаев 1955 жылы 24 наурызда Қытай Халық Республикасының Құлжа қаласында туған. 1977 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін, 1980 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын құрылысшы болып бастаған. Қазіргі таңда Балдырған журналы бас редакторының орынбасары екен. Міне ол кісінің фотосуретімен таныс болыңыздар. Енді өлең не туралы? Өлеңге ат қоюымыз керек. Ол үшін мына суретке жақсылап назар аударайық. Өлең не туралы екен, балалар? Яғни өлеңге ат қою үшін суретке мұқият қарайық. Жарайсыздар, балалар. Өлең саяхат туралы екен. Балалардың саяхатқа шығуы туралы. Яғни өлеңге саяхат деп ат қойдық, Жарайсыздар. Енді келесі тапсырма. Кім жылдам әдісімен орындайық. Дәптермен жеке жұмыс жасайық. Қарайық. 33-ші жаттығу. Сандарды сөзбен жазып, өлеңдерді көшіріп жаз. Бізге сандарды сөзбен жазуымыз керек. Кәне барлығымыз дәптерімізге орындап шығайық. Ал енді орындап болсақ, тексерейік. 1, 2, 3, ал қанеки 3, 4, 5, 6, 7, мынау ауыл шеті, 8, 9, 10, ал қанеки 10. Дәл осылай жазып орындадық қой, балалар. Онда келесі жаттығуымызға көшейік. Келесі жаттығуымыз 1 минут әдісімен 34-ші жаттығуда жаңылтпашты жатқайтамыз. Жатқайтып жазамыз. Алакөл, дара көл, алакөлді қара көл, ол көл, мөлдір көл. Дәптерімізге жазып болсақ, енді осы көлдер жайында шағын мәлімет беріп өтейін. Алакөл туралы қазір сіздерге шағын мәлімет берем. Алакөл туралы не білесіздер, балалар? Соны көрейік. Алакөл Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан тұйық көл. Қазақстандағы ең ғажап көлдердің бірі. Сонымен қатар аумағы 20.000 гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндер, басқа теңдесі жоқ көлде шомылу мен балық аулауды ұнататындар келеді екен. Міне Алакөлдің суреті осылай бейнеленген. Ал енді балалар, әрі қарай 35-ші жаттығу қарай кім зерек әдісімен
тақтамен жұмыс жасайық. Тапсырмада сан есімдерді табамыз. Атап өтеміз, сонымен қатар олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Яғни, Асқар неше жаста болуы мүмкін балалар? Өзіміз жасын ойлап табайық. Асқар 10 жаста, атасы 50 жаста. Асқар 4-ші сынып оқиды. Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Жарайсыздар балалар, тура осылай жазып шығайық. Ал енді келесі жаттығуға қарайық. Яғни, тапқыр болсаң, тауып көрейік. Міне бізге сөз жұмбақ берілген. Суретті сөз жұмбақ берілген. Біз сол сөз жұмбақты толтырайық. Бірінші бағанға қай құстың атауы кетеді екен? Өзі әппақ, аяғы ұзын, қандай құс балалар? Жарайсыңдар, тырна. Бірінші бағанға тырна деп жазып қояйық. Ал енді екінші қатарға қарайық. Құйрығы айыр, адамға дос. Ол кім екен балалар? Қарлығаш. Дұрыс айтамыз, қарлығаш екен. Сонымен қатар үшінші қатардағы сөз жұмбақты табайық. Ағаштың бұтағына қонып алып, сайрайды таң алдында қара торғай. Дұрыс айтасыңдар. Үшінші қатарға қара торғай деп жазайық. Балалар, бүгінгі сабақ ұнаса, кері байланыспен бас бармақ әдісі бойынша кері байланыс жасайық. Жақсы, жарайсыздар балалар. Ал енді бүгінгі тапсырманы қорыта келе, үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасына 35-ші жаттығу. Назарларыңызға рахмет.